Қараң, біздерде үлкен бір текст бар, документіміз бар. Документімізді біздер білмей қалып өшіріп алған болсақ, ямаса білмей қалып мынандай энтерлар қойып алған болсақ, қалеген білмей қалып шрифтін өзгертіп алған болсақ, яғни размерін өзгертіп алған болсақ, білмей қалып бір операция істеп алсақ, тосаттан білмей қалдым, документім бұзылып кетті. Қараң, документтің бұзылып кеткені ізге қайтаруым керек. Вернуть деген бар. Ізге қайтару деген операцияны үйренеміз. Ода мына жерде жоғарыда мына кнопканы көрген болсаңыз, отменить деген бар. Ізге қайтару деген. Бұл ізге қайтарады. Көрдіңіз ба? Бірақ документті сохранить етіп шығып кетпестен бұрын істей алады. Қараң, ізге қайтты. Бір-екі enter басып тастаймын. Қараң, алдыңғы халатына қайтару үшін мынаны басаман. Не? Алдыңғы халатына қайтарады. Бірақ оны 3-4 мәрте білмей қалып басып қойған болсаңыз, не 3-4 мәрте білмей қалып басып қойдым. Енді мына ізге қайтару деген жоқ. Соны вернуть деген бар. Вернуть. Алдыңғы істегенді қайттан қайтарып бер деген. Не? Вернуть. Ctrl-Z қатемді істеп алсам, ізге қайтарады документтің алдыңғы халатына. Ал оны 3-4 мәрте білмей қалып басып алсам, міне 3-4 мәрте білмей қалып басып алдым. Оны Ctrl-Y мен де дұрыстасам болады. Ctrl-Y. Ctrl-Y. Міне кнопкалар. Отменить и вернуть деген екі кнопка. Бірақ қараң, Enter'ді бастым. Білмей қалып Enter басып қойдым. Документім бұзылып кетті. Енді шығып кетсем документте, шығып кеттім. Бірақ қайттан кіремін. Қайттан кірсем, Ctrl-Z-ім, мына кнопка басылмайды. Олма басылмайды. Ctrl-Z бассам басылмайды. Ctrl-Y-дан бассам басылмайды. Соның үшін сіздер шығып кетпең. Документте істеп атқан болсаңыз, одан шығып кете көрмең. Баста істеп атқаннан кейін Ctrl-Z басылады. Соны жақсылап істеп үйреніп алың. Қайттан практикада көрек, мысалы білмей қалып, оның шрифтін өзгертіп алдым. Шрифт өзгертуді мына жерде главный деген вкладканы тауып аласыз. Главный вкладканың ішінде шрифт деген бөлім бар. Шрифт деген бөлімді мына жерде мынандай қылып өзгертіп алдым. Мында жирный болып кетті, көрдіңіз ба? Енді мен оны алдыңғы халатына қайтаруым керек. Алдыңғы халатына қайтару үшін Ctrl-Z деген, Ctrl-мен басып тұрып Z-ті басасыз. Бір мәрте Ctrl, Z. Алдыңғы халатына қайтарып. Яғни мен 3-4 мәрте Ctrl-Z-ті басып қойдым десеңіз, оның да бикарлау операциясы бар. Бикарлау деген мына жерде тұрыпты. Ctrl-Y деген. Ctrl-ды басасыз, Y-ды басасыз. Бикарлайды. Ізге қайтарғанда бикарлат десе де болады. Мысалы, білмей қалып, мысалы, мынандай өзгертіп қойдым. Әртүрлі зат істеп қойдым, білмей қалып, мынандай қызыл қылып қойдым. Мынаусын не қойдым тағы, мынандай курсив ширный мынандай қылып қойдым. Алдыңғы халатына қайтаруым керек, білмей қалып істеп қойдым. Не қыламан? Мына жерге отменить, Ctrl-Z деген басаман. Ямаса мына кнопканы мышкамен басаман, ямаса клавиатурада Ctrl-Z. Алдыңғы халатына келді документіміз. Бірақ тағы да қайталап айтаман, оны мысалы X-ті басып шығып кетсеңіз, мына жерде X басып шығып кетсеңіз, ол пайдасы жоқ. Соның үшін X-ті басып шығып кетпей тұрың. Сол жерге абайлы болың. Мына жерден сохранить ете берсеңіз, болады, фарқы жоқ. X-ті басып шығып кетпең. Енді Ctrl-Z, Ctrl-Y дегендерді үйреніп алдық. Мына екеуін. Енді символ қоюды үйренеміз. Қараң, сіздерде орысшада точка деген қою керек болса, мысалы, әрбір сөзден кейін точка қою керек. Точка қоятын болсаңыз, мына жерде точка деген бар. Енді бірақ қасында қараң, үтір деген тұрыпты. Клавиатураңызда үтір тұру керек. Мына үтірді қалай қоюым керек болады? Оның үшін үтір қою үшін shift басасыз, мынаны басасыз, міне. Енді бірме-бір символдарды қойып шығайық. Мысалы, үндеу белгіні қоя жақпан. Үндеу белгіні қою үшін үстіне бассам, бір қойылып жатыр. Үндеу белгі қою үшін бізде shift басып тұруымыз керек. Shift, символ қойылды. Тырнақшаны қою үшін shift, мынау.
нөмір дегенді қою үшін мынау. Бірақ қараң, мынау орысша раскладка, мына жерде қарасаңыз русскийде тұрыпты. Соны английскийге өзгертсем, alt shift деген комбинация өзгертетін. Alt shift. Русский, английский. Қараң, енді точкаңыз мына жерде тұрған еді, мына жерге көшті. Үтіріңіз мына жерге көшті. Мына жерде де символдар өзгеріп кетті. Мына жерде тырнақша еді, екінің орнына енді собачка тұрыпты. 3-4 символдан қойсаңыздан болады енді, көрдіңіз ба? Мынандай. Қараң, жақсылап қарап алың, мына жерде қандай символдар бар. Енді орысша өзгертсеңіз, мына символдар ұлыма басқаша өзгеріп кетеді. Не? Соның үшін қараң, точка өтір деген символды қоя жақпан. Точка өтір орысшада shift 4 дегенді қойылады. Shift 4, точка өтір. Міне. Енді английскийде тұрған уақытта мына жерде тауып аласыз. Shift, болмаса өзін басасыз. Міне. Shift баспай. 2 точка мынау. Орысшада тұрған болса, міне shift 6, міне shift 6. Осындай символдар бар. Енді қараң, мына жерде символдар, көп символдар жоқ. Мысалы, доллардың знагы тұрыпты, міне, доллар знагы тұрыпты. Бірақ маған евро керек болса, евроның символын қою үшін вкладка вставка дегенге бараман. Вкладка вставка бардым. Мына жерде символдардың бәрі жиналып тұрыпты. Математикалық символдар бар, пи, әлесеңіз қоя бересіз. Мына жерде долларды евроны қояман, мысалы, евро. Евро қойылып жатыр, көрдіңіз ба? Ұлыма басқа символдар қою керек болсам, другие символы дегенге барамын. Мына жерде символдар көп. Ішіне тауып алып барсаңыз болады. Қалеген қойып, мына 3-дің 5-і деген ставить дегенге басасыз. Мына жерде қоясыз, ставить деген басасыз. Яғни сочетание клавиш деп қойсаңыз болады. Символдар көп мына жерде, көрің. Ставить. Яғни Windows точка деген, Windows ямаса U. Windows U дейсіз. Windows U-ды басасыз. Мына жерде мысалы эмоджилар қойылады. Эмоджи күліп атқан не сурет керек болса, мысалы, мынау қойылу керек болса, мына жерден де тауып алсаңыз болады. Мына символдар керек болса. Қараң, Windows-ты басасыз, мына U дегенді басасыз. Сонда қойылады мына символдар, эмоджилар. Сондай қылып қоюды үйреніп алың. Енді ол символдар раскладкаға байланысты. Раскладка деген тілге. Английскийде болса, басқаша мына орынлар өзгеріп кетеді. Точка мына жерге түседі, 2 точка мына жерге түсіп кетеді. Солардан әтібарлы бір қойың. Практикада тез үйреніп кетесіз. Практикасы өрек главный. Практикада тезірек үйреніп кетесіз. Мен хаммесін өшіремін, выделить ете оламын, шеп жағын басып тұрамын да. Backspace деген басып жүремін, Backspace бастым, өшті хаммесі. Енді, мысалы, менің өзімнің аты фамилиям бар. Алдыңғы үлкен тексттен қойып жіберейін қазір. Міне, менің жазуым бар, аты фамилиям. Енді осы аты фамилиям, мысалы, любой бір символ болсын, сөз болсын, ұлма, абзац, қатар, хаммесі болсын. Қараң, мынаны мен мына жерге қойғым келіп тұрыпты. Мына жерден алып, мына жерге, ямаса нұсқасын істеуім керек. Нұсқасын істейтін болсам, мысалы, мешкім оң жағын басаман, копировать деген бар, нұсқалау деген бар, копировать. Мешкім оң жағын басаман, контекстный меню деген пайда болды, копировать деген қойдым. Сөйтіп, мына жерге ақырына қой жақпан, enter дегенді қояйын. Мына жерге параметр строки, сохранить текст или сохранить текстен құр текстін қояды. Қызыл қылып қойғанда болсаңыз шрифті несіне қарамайды. Формат болса мынау. Мынаған басайын. Параметр строки міне. Мына жерді басамын міне. Хамме тексті сайлап аламын. Хамме тексті выделить етіп алдым. Хаммесін копировать деймін. Енді мына жерге қоя жақпан. Басаман. Мынаны бастым. Қойылды. Нұсқалап аттырман. Нұсқалап. Оны әртүрлі комбинациямен істесеңіз болады. Клавиатурада комбинациясы бар. Мынаны өшіріп тастайын. Сайлап аламын мынаны. Қараң. Мынаны керек жерімді сайлап аламын. Ctrl
С, орысша С, Ctrl C мына. Яғни английскийда C деп. Ctrl-ды басаман, басып тұрпан, Ctrl-C-ны бастым. Нұсқалап алынды. Компьютердің памятінде тұрыпты, ядында тұрыпты. Енді қалеген жерге бараман. Ctrl-V. Ctrl-V, M демаса. Орысша. Ctrl-V деген қояман. Ctrl-V-ны 3-4 мәрте бастым. Ctrl-ды басаман, V. Нұсқалап алынған, памятте тұрған текстін түстім мына жерге. Ctrl-V, Ctrl-C. Оны мышкамен істесеңіз болады. Жаңа мышкамен істеуді үйрендік жаңа. Копировать етемін, сөйтіп былай қоямын. Қойдым. Енді мен қойдым, мына затларды қойдым. Мынаны өшіріп тастайын енді. Мен енді Ctrl-C, Ctrl-V-ны үйрендім. Мына затты кесіп алу деген бар. V-reset деген бар мына жерде. Ол да копияға ұқсайды, бірақ нұсқасын жаратпайды қараң. V-reset деген осы жерден кесіп алады да, бір қалтаға сап қойғандай болады. Қалтаға сап қойғандай V-reset деген бастым. Енді қалеген жерге осыны қойсам болады. Мынандай алып қоямын. Мынандай алып қойсам, только текст деген бар. Құр текст форматта. Мына қызыл болып тұрған қоймай. Көрдіңіз ба? V-reset деген кесіп алады. Мысалы, мына жерін кесіп алайын. Контент деген жеріне деймін. V-reset дедім. Ол комбинациясы Ctrl-X. Ctrl-X-пен істейсіз. Енді осыны бас бетіне қоя жақпан. Бас бетіне қоятын болсам, Ctrl-V деймін. Енді ақыр бетіне қоя жақпан. Сайлап алдым, Ctrl-X, Ctrl-V. Осы комбинацияны ядлап алың. Ctrl дейді, Ctrl ямызы. Нұсқалау. Ctrl-V. Қою. Ctrl плюс X дегенім кесіп алу. Кесіп алғанда бір жерге салып тұрады. Мынаны кесіп аламан. Кесіп алдым. Мына жерге ақырына қойдым. 3-4 мәрте қойсаңыздан болады. Ctrl-V-да болды. Мында алып істей бересіз. Енді қараң, мына жерде текстті қойдым. Мына жерде текст бар. Тілерге абзац, қатар дегендерді түсіндіріп алайын. Абзац деген, мысалы, Enter'ді бассаңыз, таза абзац пайда болды. Үлкен мына аралықты көріп тұрсыз ба? Мына екеуінің аралығы һәм мына екеуінің аралығы. Таза абзац жарату үшін Enter'ді басасыз. Enter. Енді абзацпен қатарының парқы не зат? Мына жерге әр абзацтың алдында мектепте өткен уақытта мынандай болып тұратын еді. Көрдіңіз бе? Мынандай болып тұратын еді. Әр абзацтың несінде мынандай болып тұратын еді. Оны пробельмен қойып атпын. Үлкен кнопка пробель. Пробельмен қойып атпын. Space деген. Енді әр абзац қойғанда автомат түрде қойылу үшін біздер линейкадан пайдалануымыз керек. Линейка деген оны шығаруды көрсетемін. Вид деген вкладкаға барасыз. Вид линейка деген қоясыз. Линейкада мынандай болып шығады. Көрдіңіз ба? Линейкада. Енді мына жерде линейкада мына кішкентай жоғарыдағы 3 мешітті көріп тұрсыз. Ол әр отсты первый строки деген бар. Бірінші қатарға аралық қояды. Соны үстіне басып тұрып, былай қимылдатсам, былай қимылдайды. Әммесін сайлап тұрып, былай бір істесем, тек бірінші қатар қимылдайды. Көрдіңіз ба? Бірінші қатар. Әмме қатарын қимылдату үшін мынандай алып істеймін. Мынандай алып істеп атпын. Енді алдыңғы қалатына қайтару үшін, мысалы, қате істеп қойдым, мына Ctrl-Z қоямын. Ctrl-Z, ізге қайтару. Ctrl-Z. Әр қайсыны, әр текстің алдына бірінші қатар қылайық. Осындай алып қойып аласыз. Вид деген вкладканың ішінде линейка болу керек. Линейканы оны қосып қойсаңыз болады, қоспасаңыз болады, өзіңізге қолай қылып. Мынандай қатар қою керек болса, сол линейкадан пайдаланып қоя аласыз. Бірақ әммесін сайлап алуды ұмытпаң. Мынандай алып сайлап аласыз. Енді үлкен бір практикада өтеміз. Не үшін керек екенін сол практикада полный көріп шығайық.
Мысалы, арза документін істеген уақытта мынандай болып тұрады. Көрдіңіз бе? Мынандай болып тұру керек документіңіз. Мынандай әрқайсысына мынандай аралық бар, мынандай аралықтар бар. Соны істеу үшін біздер арзаны істеу үшін мынаны сайлап аламын. Так, мынандай аралық қойып қоямын. Сөйтіп, тең мына жеріне дейін қойсам болады. Көрдіңіз ба? Сол арзаны істеу үшін, документті істеу үшін сіз линейкадан пайдалануыңыз керек болады.